Сәлематсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дара және күрделі зат есім. Бүгінгі сабақта дара және күрделі зат есімді ажыратуды үйренесің. Бірінші 64-ші жаттығуға қарайық. Кестедегі сөздерді оқы. Дара зат есім: би, күйші, адам, өнер, құс, қайық. Күрделі зат есім: аққу, бір қазан, үлгі өнеге, темір жол, шекара. Енді оқушылар кестедегі зат есімдерді салыстырып, қандай зат есім дара, қандай зат есім күрделі болатынын кәнеки өздерің айтып көріңдерші. Неліктен дара зат есім, неге күрделі зат есім? Дұрыс айтасыздар, қараңыздаршы, дара зат есім олар тек қана бір ғана сөзден тұрады екен, яғни бір ғана түбірден, би, күйші, адам. Ал күрделі зат есім екі сөзден тұрады екен, аққу, бір қазан. Ендеше жаңа ақпаратпен таныс болыңыздар. Зат есім дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден тұрады: қойшы, мал, түйе. Күрделі зат есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, тасбақа, аққу, ата-ана, темір жол. Қараңыздаршы, олар яғни екі сөзден тұрады. Мысалы, темір жол, темір және жол деген сөзден темір жол деген сөз. Ата және ана, көрдіңіз, күрделі сөз шығып тұр, ата-ана. Жарайсыздар, келесі 65-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді түсініп оқы. Шопан ата баласы қойлар бассын үйіңді, қойлар басса үйіңді, қоймай бассын үйіңді. Енді өлең не туралы? Қойлар туралы. Дұрыс, сосын қойдың атасы кім екен? Шопан ата туралы айтылған екен. Енді бізде осы өлеңде қарамен жазылған сөздер бар екен. Шопан ата және қойлар. Сол қарамен жазылған сөздердің, олардың зат есімнің дара не күрделі екенін ажыратайық. Кәнеки, шопан ата дара ма әлде күрделі зат есім бе? Дұрыс айтасыздар, күрделі зат есім, себебі ол екі сөзден тұр: шопан және ата. Қойлар деген сөзді қарайық. Бұл бізде дара зат есім, себебі бұл бір-ақ сөзден тұр: қой. Ал лар дегеніміз ол жалғау, көптік жалғауы. Келесі 66-ші жаттығуға қарайық. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Төменде сіздерге керекті сөздер берілген екен. Кәнеки, қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата, ешкі атасы шекшек ата, түйе атасы ойсыл қара, сиыр иесі зеңгі баба. Жарайсыздар. Енді осы өлеңнен дара, күрделі зат есімдерді табайық. Кәнеки, бірінші дара зат есімдерді табайықшы. Дара зат есім дегеніміз, яғни бір сөзден тұрады: қой, ата, жылқы, ата, ешкі ата, түйе ата, сиыр иесі. Енді күрделі зат есімдерді табайық. Күрделі зат есім дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Шопан ата, яғни шопан ата, қамбар ата, шекшек ата, ойсыл қара, зеңгі баба. Бұлардың барлығы да қандай? Күрделі зат есімдер. Келесі 68-ші жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз. Жағажай, жағажайда қамажай. Кәнеки, тағы да жағажай, жағажайда қамажай. Осы жаңылтпашта күрделі зат есім бар ма? Бар, әрине, ол жағажай. Екі сөзден тұр: жаға және жай. Және соңғы сіздерге тапсырма жұмбақ. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Мұқият тыңдайық.
Алғашқы түбір сөз қайсан, тап. Екінші түбір сөз сұйық зат. Екеуін қосып оқысан, жерге қойған ат. Кәнеки, қандай сан ол? Және оның екінші түбірі сөз сұйық зат екен. Кәне, бірге ойланып көрейік. Ол жетісу, балалар. Қараңыздаршы, енді бұл зат есім. Зат есімнің қандай түріне жатады? Дара зат есім бе, әлде күрделі зат есім бе? Дұрыс айтасыздар, күрделі зат есім, себебі ол екі сөзден тұр. Жеті және су. Оқушылар, бүгінгі біздің сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.